тақырып біздің бүгінгі таңда бізде Қазақстанда жалпы бір барын біріктіріп бір зерттелмеген тақырып болып шықты. Осы жақында біз әріптесім екеуміз осы тақырыпта біраз жұмыс істеп, жаңағы түптеп келсек Қазақстанда батыр Кеңес одағының батырларына көп мән берді де, жаңағы Кеңес одағы батырларын санап шықты. Оның санын барлық тарихшымызда бәрімізде біледі, кітаптарда бар. Ал мынау Қазақстанның именно толық даңқ орденінің толық иегерлерін санын осы уақытқа дейін ешкім нақты айта алмайтын. Себебі олмен ешқандай тарихшылар айналыспапты. Осы салада біраз зерттеулер жүргіздік. Негізі мынау даңқ ордені дегеніміз үш жаңағы дәрежеден тұрады. Үшінші, екінші дәреже, бірінші және бірінші дәрежелі дейді. 43-ші жылы барлық ерлік жасаған адамдарға Совет одағы батырының атағын бере бермес үшін осы медальді ойлап тапқан ғой деймін. 8 қарашадан бастап тарата бастаған, бекітілген бұл жаңағы 43-ші жыл. Бұл орденнің шарты бойынша алғаш ерлік жасаған сарбазға 3-ші дәрежелі беріледі. Одан кейін ол ерлігін қайталап жатса, тағы да басқа ерлік жасап 2-ші дәреже және одан кейін 1-ші дәреже беріліп, сонымен толыққанды толық кавалер болып саналады да, және олар батыр одағы, Кеңес одағы батырының деңгейіне екеу теңеседі. Бірақ енді мына жерде тарихқа статистикаға көз салатын болсақ, 1 миллионнан адам астам 3-ші дәрежелі осынау какой-то 1,5 жылдың ішінде соғыс аяқталғанша 43-ші жылдың 8 қарашасынан бастап 1 миллионнан астам адам 3-ші дәрежелі даңқ орденін алған екен. Оның 40 мыңнан астамы 2-ші дәрежелі алған. Одан кейін 2678 деп тұр, мына жерде обратите внимание, назар аударыңыздар. 1-ші дәрежелі берілген екен да, бірақ айттым ғой, бұл жерде ереже бойынша 1-ші, 2-ші берілу керек, одан кейін 3-ші берілу керек, одан кейін ғана 1-ші дәреже берілу керек та. Ондай болмаған, кейбір жерлерде ереже бұзылған сәттерде болған. Себебі табиғатта КСРО бойынша 2671 адам кавалерлер атанады. Ал қараңыздар, алдында айтқандай 2678 адам 1-ші дәрежені алған. Яғни не болды екен себептер, оны зерттеп анықтау керек болады, бірақ кейбір адамдарға 3-ші немесе 2-ші дәрежені бермей жатып, бірден 1-ші дәрежені келген 7 адам болып тұр ғой табиғатта сонда. Бірақ олар сонда да ол 1-ші дәрежені алса да толыққанды даңқ орденінің толық кавалерлері атанбайды. Мынау Қазақстанда қанша осындай біздің батырларымыз бар екен деген сұраққа жету үшін жауабына 2671 адам тұр табиғатта КСРО бойынша толық кавалерлер. Солардың барлығының өмірбаянымен танысып шығу керек болды. Барлығының қысқаша өмірбаяндарын оқып, қайсысы Қазақстанда туды, немесе соғыс аяқталғаннан кейін жұмыс, немесе әрбір түрлі бір себептермен Қазақстанға қоныс аударып келіп, осы жерде қайтыс болған сол азаматтарды біз іріктеп алып, 139 адам, және де осы 139 адамды фотопортреттерін іздестіріп, Қазақстандағы барлық архивтерден, өңірлерден, облыстардан, тіпті келсеңіздер, аудан орталықтарындағы архивтерден бәрінен сұраныс жасап отырып, және Ресейдегі Ресей кинофото құжаттар архиві бар ғой, Красногорск қаласында. Сол жерден де біршама біраз алынды фото құжаттар, барлығы жинақталып, мынау жақында сіздерге жарнама ретінде айтайын, осы ағымдағы айдың жылдың ағымдағы осы келесі дүйсенбі күні бізде осы жерде осы жерде тағы да шара өтеді, біздің архивтің ұйымдастыруымен. Сол 80 жылдыққа арналған сол шарада осы кітаптың ресми тұсаукесері болады. Мына фотоальбом құрастырып шықтық, әріптесім екеуміз Ермек Жасыбаев деген отыр осында. Қалған сол кезде тыңдайсыздар. Иә. Енді бұл біраз жақсы интрига жасадым ғой деймін. Сол шараға қатысыңыздар, көріңіздер, кітаптан беріп салыңыздар бір кітаптар.